Сіз неге қатып тұрсыз? Сәлеметсіздер ме? Жоқ. Бүгін мектепішілік педагогикалық инновациялар, педагогикалық тәжірибе тарату, яғни әдістемелік құралды қорғау номер 36 орта мектеп модераторға өтініш берген мұғалімдер, қазір сіздер әдістемелік құралдарыңызды қорғайсыздар. Мына жерде қазір кім дайын? Бастай берсек. Азия, дайынсыз ба? Даусың естілмейді. Азияда дауыс естілмейді ол. Енді естіліп тұр ма? Я, енді. Мгм. Азия. Хорошо. Хорошо, бастай берейін. Использование творческих заданий для улучшения письменной речи. Методическое пособие. Естіліп тұр ма? Тиманбаева Азия Оразбаевна. Мгм. Итак, методическое пособие использования творческих заданий для улучшения письменной речи. Цель данного методического пособия заключается в улучшении письменной речи учащихся, используя творческих заданий. Это включает развитие и их словарного запаса, грамматическая способность и самовыражение и критическое мышление. Использование данных методических пособий это эффективные задания, творческие и развивать у детей правильное написание и доношение своих мыслей даже во время эссе. Цель данного пособия — помочь педагогам улучшить письменную речь учащихся через использование творческих заданий, практическую способность обучения, где творческая деятельность является эффективным инструментом для решения учебных задач. Представить методы и приемы работы с творческими заданиями, которые развивают у школьников навыки грамматики и правильного письма. Предложить развитие формы творческих заданий, которые помогают учащимся в разных... Здесь еще говорится, у меня есть методы использования пособия на уроках. Данные пособия можно использовать в разных этапах уроков. Можно так как в середине, в начале и в конце можно его использовать. Самостоятельные работы мы можем дать. Задания для самостоятельного выполнения помогают участникам развивать письменные навыки, развивать эссе, рассказов, также устные. Дополнительные материалы в качестве дополнительного материала могут быть использованы различные литературные произведения, фрагменты текстов, которые служат образом для создания, собственно, текстов учащихся. Здесь эмоциональная выразительность есть. Эмоциональная выразительность, одним из ключевых эмоциональных выразительностей является письма, которые учащийся должен свои эмоции донести в тексте. Хорошая построенная сюжетная линия — это основа данная в произведении. Если хорошо идет сюжетная линия, и ребенку становится интереснее. Использованное воображение. В креативном письме воображение играет огромную роль, так как у детей сейчас очень хорошо развивается креативное мышление, они используют свои воображения и доносят это через эссе. Креативное письмо. В это письмо — это процесс, в котором важна не только техника, но и способность воспринимать мир через творческое и воображение. Методы. Как мы можем развить словарного запаса? Методы. Методы — это чтение книг, статей, журналов и других текстов в различных темах и в различных структурах. То, что мы читаем и в интернете, могут найти сейчас в данный момент. И также наши книги предметные. Записывать новые слова и выражения. Очень полезно вести словарь или тетрадь, когда записывать незнакомые или неинтересные слова, которые ребенок записывает их в свои словари, и дальше он активно пользуется этими словами, он узнает их значение, употребляет их в своей речи, а также, например, после того, как он их запишет, он должен записать еще несколько предложений, связанных с этим словом. Дальше.
Развитие грамотных навыков Ha, в школьном обучении. minut kaldı. Айта берейін ба, естіліп жатыр ма? 1 минутыңыз қалды. Аяқтасаңыз. Развитие грамматических навыков школьных обучений играет ключевую роль в формировании полного языкового компетенции. Грамотное использование языка не только способствует правильному и точному мышлению, а детям и учащимся помогает их воображение. Я прихожу к такому выводу здесь, то, что мы должны детям больше давать активности, чтения книг, статей и пользоваться более креативными методами на уроке. Мен болдым. Жақсы, рахмет. Рахмет. Журкабаева Лаура, тарих пәні мұғалімі. Лаура, сіз бастай берсеңіз. Лаура, барсыз ба? Айфонда отырған кім екен? Айфонда отырған кім? Айфонда отырған кім дейді? Лаура, бастай бер. Уақыт аяқталып бар қазір. Слайдын жауап берсе? Камерасын қойдым ғой, камерасын қосайын. Жоқ, қорғай берсеңіз. Жақсы, мен қорғай берейін, апай. Жақсы, тарих пәнінен әдістемелік құралымның тақырыбы тарихты оқытудың заманауи педагогикалық технологияларды қолдану тақырыбы. Яғни менің әдістемелік құралымның негізгі бөлімдеріне тоқтайтын болсақ, 3 бөлімнен 6 параграфтен құралған. Тарихты оқытудың теориялық негіздері, ғылым мен мектептегі тарихи пәндердің ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, бірінші белгілі қандай ғылым саласы болмасын, теориялық негіздемелеріне тоқталып кетсек болады. Бұған тарих халықтың ұжымдық жады, ұлттық болмысын сақтаудың және болашаққа бағдар жасаудың қайнар көзі. Мектептегі тарих пәнінің мазмұны да осы ғылымның негізгі қағидаларына сүйенеді. Бірақ ғылым мен пәннің арасында айырмашылық бар. Ғылым терең теориялар мен зерттеулерге сүйретілген болса, ал мектептегі пән сол ғылыми білімнің іріктелген оқу бағдарламасына бейімделген нұсқасын оқушыға жеткізу. Оған танымдық рөлді, тәрбиелік рөлді, сондай-ақ әлеуметтік рөлді, сосын саяси рөлдерді кіргізсек болады. Танымдық рөлге тоқталатын болсақ, бұл тарих адамзаттың өткенін танып білу арқылы, яғни қазіргі құбылыстарды дұрыс түсінуге, болашаққа дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретінін айтып өтсек болады. Ал тәрбиелік рөлі ұлт тарихын білу арқылы оқушыларды патриоттық ұлттық санаға, өз халқына деген құрметті қалыптастыруға мүмкіндіктер беру. Ал әлеуметтік рөлге тоқтайтын болсақ, бұл тарихтағы қоғамдағы тұрақтылыққа, ұрпақтар сабақтастығы, алдыңғы толқын аға буынның кейінгі буын өкілдеріне өзін сабақтастыра отырып, яғни тәрбиесінің жүйемен сипатталуын айтып өтсек болады. Саяси рөліне тоқтайтын болсақ, саяси рөлде бұл тарих мемлекет құру тәжірибесінің, сондай-ақ саяси тәртіптерді, режимдерді, саяси жүйелерді және олардың қалыптасу жолдарын, түрлерін түсіндіруін айтып өтсек болады. Енді мектептегі тарих пәнінің басты ерекшеліктеріне, бұл оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты Шығарам, бастауыш тарих элементтеріне аңыздар мен әңгімелерді кіргізу, орта буындарға жүйелі курстар басталып оқушылардың оқиғаларды съезд салдарын тұрғыда түсіндіруге үйрету, ал жоғары сыныптарда тарихи деректерді талдау, салыстыру. Кешенді пәндік байланыстарға тоқталып кетсек болады. Бұл тарих, география мен әдебиетпен, сондай-ақ басқа да яғни дәстүрлі мұғалімнің жетекшілігімен жүзеге асырылатын, оқушыларға дайын білімді жүйелі түрде меңгертуді, сондай-ақ педагогикалық тәсілдерді жиынтығын айтсақ болады. Бұл әдістердің негізінде, яғни мұғалімдердің жетекші рөлі, ал оқушылардың қабылдаушы, сондай-ақ түсінуші рөлін басымдылық беретінін айтып өтсек болады.
дәстүрлі оқыту жүйесінде қолданатын әдістерді шартты түрде 3 топқа бөлуге болады. Бұған ауызша, көрнекілік және практикалық әдістерді айтып өте аламыз. Әрқайсысы тарих пәнінің ерекшелігіне сай өз қызметтерін атқаратындығын айтып өтсек болады. Ауызшаға тоқтайтын болсақ, бұл мұғалімнің сөз арқылы білім беру тәсілдері, бұл топқа түсіндіру, әңгімелеу, лекция, сұрақ жауап, сонымен қатар диалогтарды айтып аламыз. Жақсы. Аяқтадыңыз ба? Енді аяқтайын, қорытындылап кетсек, осы қазіргі заманауи білім беру әдістеріне тоқтайтын болсақ, бұған жиді, сонымен қатар цифрландыруды осыларды кіргізе аламыз. Сондай-ақ осы тәсілдерді пайдалана отырып, балдарды, яғни оқушыларды сыни ойлауға, пікірсайысқа қабілетін дамытуға, тәрбиелеуге өзінің септігін тигізетінін айтсақ болады. Мен болдым қорытындылап. Жақсы, рахмет. Так, саламатсыздар ма? Минут. Есімім Миқуат Рахат, математика пәні мұғалімімін. Бастай берсем рұқсат па? Рұқсат, бастай беріңіз. Аха. Жалпы менің әдістемелік құралым атауы 9 сынып оқушыларының вектор. Жалпы әдістемелік құралдың өзектілігі қазіргі білім беру жүйесіндегі оқушылардың математикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру және теориялық білімдерін практикада қолдануға дағдыландыру жалпы міндеттерінің бірі болып саналады. Осы тұрғыда алғанда мектеп геометрия курсындағы маңызды тараулардың бірі вектор тақырыбы. Бұл тақырып оқушылардың кеңістіктегі ойлау, логикалық пайымдау және графикалық түсініктерін дамытуға маңызды рөл атқаратын тақырыптардың бірі. Жалпы векторлық координаталық әдіс ол бізде білім алушылардың теориялық білімдері мен өмірде қолданылуын және алгебра мен геометрия ұғымдарын біріктіріп, білім алушылардың пәнаралық байланысын түсіндіре білуге өте пайдалы тақырыптардың бірі. Векторлық координаталық әдіс кеңістіктегі қарастыру оқушылардың есеп шығарудағы дағдыларын жетілдіру және STEAM технологиясын қолданудағы қызықты тақырыптардың бірі болып табылады. Дауысым естіліп тұр ма екен? Иә, естіліп тұр. Аха. Жалпы негізгі мақсаттары ол бізде әдістемелік жетілдіру және әдістің тиімділігін көрсету. Теориялық білімдерді практикамен байланыстыра отырып, қазіргі талаптарға сай оқушылардың білім алу сапасын жақсарту қарастырылған міндеттері зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми әдістемелік әдебиеттер мен зерттеу жұмыстары зерделенді. Векторлық координаталық әдіске пайдалы есептер шешуге үйрету әдістемесі жеңілдетілді. Одан кейін бізде негізгі геометриялық курстың векторлық теориялық негіздері қарастырылды. Оның ішінде векторлық координаталық әдісті шығарудағы есептің негізгі теориялары, ол жалпы бізде 6 теориядан тұрады. Ең біріншісі ол бізде нүкте арқылы вектордың түзу бойындағы таралуы қарастырылған. Одан бөлек жалпы оқулықтарға талдаулар жасалынды. Оның ішінде бізде Тұяқовтың және Шыныбеков және Солтан осы 3 оқулықтың, яғни 3 түрлі баспадағы есептері салыстырылды. Оның ішінде бізде ең көбі Шыныбеков, яғни есептер жалпы саны 110 есепті құрайды екен, яғни векторлық координаталық әдіске байланысты. Оның ішінде Тұяқовта 62 есеп, ал Солтанның кітабында, яғни келешекте 42 есеп қарастырылған. Содан стандарт есептен бөлек қолданбалы есеп және практикалық есептерге байланысты есептер шығарылып көрсетілді. Оны мына презентациядан қарап отырсаңыздар болады. Жалпы бүгінгі әдістемелік құралды қорытындылай кете, бұл әдістемелік жұмыс бізде 9 сынып оқушыларының векторлық координаталық әдіспен қолдана отырып, геометриялық есептерді шешуге үйрету әдістемесін жеңілдетуге бағытталған. Зерттеудің жалпы негізгі жаңалықтары ол нақты оқу мазмұнымен сәйкестендірілген әдістемелік жүйе құрастыру. Оқудағы зерттеу нәтижелерін бұл әдіс оқушыларының қызығушылығын, есеп шығару біліктілігін Дайын.
Лаура, дайынсыз ба? Шыға беріңіз. Лаура. Уақыт өтіп жатыр, Лаура. Кім дайын? Мен айта берсем бола ма? Диляра айта бер. Почему нас не видно? Вот и всё. Қазір презентацияны. Нені қосып жібердің? Бастай беріңіз. Уақыт өтіп жатыр. Білмеймін. Дайын айта берсе, техникалық ақаулар болып қалды. Сен басталдың ба, баса берсінші? Диляра айтып жатыр. Сенікі қосылдыған жоқ па мынау? Жоқ, мынау Кім дайын, бастай берсін. Лаура, дайынсыз ба? Саламатсыз. Бастайды. Бастай беріңіз. Все, бастайын. Давай баста. Лаура, бастайын. Бастай беріңіздер, уақыт өтіп жатыр. Лаура, бастай беріңіз. Саламатсыз. Естіліп тұрсың? Мес жоқ қой, слайд. Видеоны қосып жіберіңіз, видеоны. Видеоны қос дейді бірінші. Саламатсыздар ма? Мен аты-жөнім Так, өзінің апайдың өзінің. мынау ашылып жатыр. Лаура, бастай беріңіз. Уақыт өтіп жатыр. Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Жұрқабаева Лаура Ануаровна, тарих пәнінің мұғалімі. Менің тақырыбым тарих пәнін оқытуда қосымша әдебиеттер мен ресурстарды тиімді пайдалану. Мынау қозғалмай қалды ғой. Қосымша әдебиеттер мен ресурстарды білім беру үрдісіндегі маңызы. Білім беру жүйесіндегі басты мақсатымыз оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, олардың жан-жақты білім алуға қамтамасыз ету. Тарих пәнін білім беру үрдісінде ерекше орын алатын пәндердің бірі. Олар тек өткенді ғана ұйымдастырмай, жаңағы өткенді кезеңді үйретіп қана қоймай, сонымен қатар оқушылардың танымдық қабілеттерін, сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру мүмкіндік беріледі. Қосымша әдебиеттер мен маңыздары. Қосымша әдебиеттер мен маңызы жан-жақты үрдісте тарихи оқиғаларды тереңдетіп және жақсы үрдісте мүмкіндік береді. Зерттеу дағдылары оқушылардың сыни ойлау және зерттеу дағдысын дамытады. Есте сақтау, жақсарту, мәдениетті және визуалдық ақпараттарды үйрету арқылы есте сақтау арқылы жақсартады. Ресурстар тиімді пайдалану. Онлайн сауалнамалар оқушылардың білім беру, тексеру және тарихи оқиғаларға деген көзқарастарын білуге мүмкіндік беріледі. Тарихи текстуалдар оқушылар арқылы пікірлерін ынтасын, сыни ойлау дағдысын қалыптастыру. Байқаулар мен визуалдар оқушылардың белсенділігін арттырып, тарихи оқуға деген қызығушылығын ояту. Тарихи сенбі жобалар. Апта сайын тарихи тапсырмаларды талдау арқылы терең білім алуға мүмкіндік беріледі. Қосымша әдебиеттер тиімді пайдалану әдістері. Қосымша әдебиеттер мен ресурстардың сабаққа процестер тиімді интеллектуалдық ойында оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыру. Тарихи дирекция салыстыру. Оқушылар әртүрлі дерек көздерімен салыстырып талдауға үйрету. Зерттеу жобалары оқушылардың
шағын зерттеу жобаларын беріп өз бетінше ізденуге ынтасын арттыру, мотивациялық қосымшалар, видео және аудио интеллектуалдық материалдарды сабаққа қолдану арқылы қызығушылығын арттыру, қосымша тарихи терең түсіндіру болашаққа бағдарламасы, қосымша әдебиеттер мен ресурстар тиімді пайдалану, тарихи оқуға оқушылардың тарихи саналы қалыптастыру, Қазақстан бойынша тарихи ұрпақтарға жеткізу міндетті баршаланды ортақ ізденістер. Қорытынды бөлімі. Диляра. Айттым ғой. Естіліп тұрмын ба? Қорытынды. Қосымша әдебиеттер мен ресурстарды тиімді пайдалану. Айта беріңіз. Бастай беріңіз, Диляра. Жақсы, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, есімім Мушорова Диляра болады, ағылшын тілі пән мұғалімі. Жалпы енді менің өзімнің әдістемелік құралым 4 жылдық тәжірибеммен бақылауыма байланысты болып келеді, себебі бастауыш сыныптармен жұмыс атқарудамын. Әдістемелік құралымның тақырыбы бастауыш сыныпта ағылшын тілін ойынға негіздеген әдістер арқылы оқыту болып табылады. Енді жалпы осының кіріспесіне келетін болсақ, қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсатының бірі ол балаларды жан-жақты дамыған балалардан тұлға қалыптастыру. Бастауыш сыныптардың оқушылары тілдік дағдыларын мен ойлау қабілеттерін қалыптасатын маңызды кезең болып табылады. Сондықтан да ағылшын тілін немесе басқа да тілді оқытқанда тиімді әрі қызықты әдістерді қолдану қажет деп есептеймін. Солардың бірі осы ойын арқылы оқыту әдісі. Ойын оқушылардың қызығушылықтарын арттырады, тілдік дағдыларын табиғи жолмен дамуға мүмкіндік береді. Енді өзектілігіне келетін болсақ, қазіргі жаһандану жағдайында ағылшын тілін ерте жастан меңгеру білім беру жүйесіндегі маңызды рөлдердің міндеттердің бірі болып табылады. Сондықтан да балалар тезірек өзінің тілдік болсын, қай дағды болсын, ойын арқылы, қимыл қозғалыс арқылы, қызықты тапсырмалар арқылы тез әрі тиімді қабылдайды. Сондықтан да ағылшын тілін ойынға негізделген әдістер арқылы оқыту оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, сөздік қорын дамуға, сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға және тілді еркін меңгеруге мүмкіндік береді. Енді мақсат мен міндеттері. Мақсатына келетін болса, бастауыш сынып оқушылардың ағылшын тілін ойынға негізделген әдістер арқылы тиімді меңгеру, оларда тілге деген қызығушылықтарын арттыру және де дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Енді міндеттері. Әр баланың ерекшеліктерін еске ала отырып, ойын технология сабақта қолдану, ағылшын тілін оқытудағы ойын арқылы сөздік қорын молайту, тыңдау, сөйлеу, жазу, оқу қорын молайту, одан кейін сабақ барысында оқушылардың белсенділіктерін арттыру және ағылшын тілінде деген оң көзқарас қалыптастыру. Енді теориялық негізгі кабинеттерін мен өзім 4 бөлікке бөлдім. Ол бізде мақсаттық, мазмұндық, әрекеттік сипат және нәтижелік болып табылады. Ойын әдістің тиімділіктері. Ойын әдістің тиімділіктері ол қызығушылықтары мен мотивациясын арттыру. Мысалға, бастауыш сыныптың оқушылары әлемді ойын арқылы таниды. Сондықтан да осы арқылы біз қызығушылықтарын жақсы арттырсақ болады. Белсенділік пен шығармашылықтарын дамыту, жаңа білімді меңгеруді жеңілдету, тілдік ортаны қалыптастыру, психологиялық кедергілерді азайту және жеке ерекшеліктерді ескеру. Енді әр бағыттың өзіндік бір кемшіліктері болады, соған тоқталып кетсе, бұл бізде уақыттың әр ойын кей жағдайда өте көп уақыт алып қалуы мүмкін. Екіншісі ол тәртіпке бақылау қажет, балалар кішкене тәртіпке бағынбай қалуы мүмкін ойын ойнаған кезде. Үшіншісі барлық оқушыны қамту қиын болып кетеді, себебі активный балада болады, пассивный балада болады. Және де мақсатсыз ойын нәтиже бермейді. Әр ойынның өзінің мақсаты болу керек, күтілетін нәтижесі болу керек. Ағылшын тілін оқытудағы қолданылатын ойын түрлерін мен 4 бағытқа бөлдім. Ол бізде дидактикалық ойындар, қимылды ойындар, жарыс ойындары, шығармашылық ойындар. Дидактикалық ойындар дегеніміз ол бізде әртүрлі карточкалық ойындар, мысалы memory house, adjective bingo деген секілді. Ары қарай баратын болсақ. Так. Енді ары қарай бізде ол техникалық болып бөлінеді. Біз балаларды тек қана карточкалармен ғана емес, цифрлық ойындармен де ойнатсақ болады. Қазіргі заманда білім беру саласында ақпарат технологияларды басым қолдану себебі әр бала, әр оқушының өзіндік технологиямен несі бар, қайтсам болады,
связі бар болып табылады. Мысалы, бізде Kahoot, WordWall, Energize, Starful деген, Quizlet деген, тағы да басқа көптеген цифрлық программалар. Енді бұның да өзінің кемшілігі бар. Ол дегеніміз әр оқушының ұялы телефоны болмауы мүмкін. Сондықтан бұл жерде кішкене болсын қиындықтар туғызады. Енді қорытындылай келетін болсақ, ойын әдісін жүйелі әрі мақсатты қолдану, ол бастауыш сыныпта ағылшын тілін оқытуда тиімділігін арттырып, оқушылардың жан-жақты дамуына мүмкіндік береді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Мен әдістемелік құралымды айтып біттім. Естіліп тұрмын ба? естіп тұрсыз. Кім дайын? Омар Мадияр, дайынсыз ба? Қосыла берсеңіз. Мадияр. Гүлім бастайды. Гүлім бастайды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен аты-жөнім Байнукашева Ерланқызы. Көрінбей тұр. Ерлан Kids балаларға ағылшын тілін ойын арқылы оқытуға арналған әдістемелік құрал жоспары. Бұл жерде кіріспе дағдыларын дамытудағы рөлі және де сабақта әдістің ерекшеліктері бірінші оқушылығын арттыру. Екінші міндеттері кеттерді дамыту, топтық, жұптық жұмыстарын ұйымдастыру. Бұл жерде тілдік орта қалыптастыру. Енді үшінші сабақ құрылымы. Сабақ құрылымы өмәп, жылыту жаттығулары, main activity, негізгі ойын, practice, яғни жаттығулар, рәбәп, қорытынды бөлім. Fun activities үлгілері. Бұл жерде ойын түрлері, яғни 6 тараудан тұрады. Бірінші warm-up games, ол яғни жаттығулар сергіту сәті. Екіншісі vocabulary games, сөздік, яғни сөздік қор жайлы. Үшіншісі speaking games, сөйлеу жағынан. Төртіншісі listening, тыңдалым ойын жағынан. Төртіншісі reading games, яғни ол бізде оқылым жағынан ойын арқылы үйрету. Одан кейін writing games дегеніміз ол бізде жазылым, яғни жазылым арқылы ойын арқылы балаларды үйрету. Бұл жерде hello song, амандасу әні, яғни әр нақты ойын түрлеріне тоқталып кетейін. Warm-up gamesке, яғни hello song. Мысалға, амандасу әні, flashcard run, суретті жылдам тауып айту, және де say and says, бұл жерде командалық ойын түрлері. Vocabulary gamesқа келгенде, бұл жерде word hand, бөлме ішінен сөздерді іздеу, memory matching words, cards, есте сақтау ойыны. Және де fly sword game, тақтадағы сөзді тез ұру, яғни табу деген сөз. Ал speaking gameға келгенде, олар ойын түрі бұл жерде find someone who, яғни сұрақ қою арқылы серіктесті табу. Ары қарай listening game, яғни тыңдалымда бұл жерде бізде sound bingo, дыбыстарды тыңдап сәйкестендіру. Және де guess the sound, аудио арқылы болжау. Story listening with action, яғни бұл жерде әңгімені қимылмен қайталау. Reading gameға келгенде find the words, мәтіннен сөз табу. Ары қарай picture words match, суретпен, жазылым. Бұл жерде finish the sentences, яғни сөйлемді аяқтау, суреттерді белгілеу, story cues, яғни суреттерді текшелер арқылы әңгіме жазу. Ары қарай бізде
бұл жерде қажетті материал, бізде қажетті материал біз қолданамыз, флеш карталарды қолданамыз, интерактивті тақта, карточкалар, ән аудиолары, яғни жұмыс тақталары және қолданылады. Енді бағалау түріне келгенде, жетіншісі бағалау түрі бізде формативті бағалау, смайлик, жұлдызша, қол шапалақ, қысқа ауызша жауаптар, топтық жұмыс нәтижелері. Қорытынды балаларға ағылшын тілін оқытуда ойын технологияларын тиімді қолдану арқылы оқу үдерісі қызықты, жеңіл және нәтижелі болады. Бұл әдістемелік құрал мұғалімдерге сабақтарды жандандырып, оқушылардың белсенділігін арттыруға көмектеседі. Мен болдым, рахмет. Кімдікі де қосылған жоқ? Келесі бастай берсеңіздер. Келесі бастай берсеңіздер, кім дайын? Жеті-ақ минут. Енді қосылды. Басын айта берейін ба? Менің есімім Әбиболара Дүйсенбайқызы болады. Менің тақырыбым балалардың креативтілігін арттыру және психологиялық жаттығулар. Креативтіліктің жаңа идеялар, стандартты емес шешімдер және бейімделу қабілеті. Өнерге ғана емес, білім, ғылым, бизнеске бірге өте қажетті болып табылады. Креативтілік балаларға тез шығармашылық шешулерді табуға және өзіне сенімділігін арттыруға, ойын еркін жеткізуге көмектеседі. Креативтіліктің түрлері 4 түрге бөлінеді. Әлеуметтік креативтілік, бейнелеу креативтілігі, математикалық креативтілік және вербалды креативтілік. Әлеуметтік креативтілік дегеніміз қарым-қатынас пен мәселелерді шешу. Бейнелеу креативтілігі визуалды образдарды құру. Математикалық креативтілік дегеніміз логикалық ерекше шешімдер табу. Уақыт бар ма? 5 минут Камила. бар. 5 минут. Уақыт бар ма? Бар. Қорғай берсін. Қорғай берсін дейді. Мияға кеп қайта оқи берші. Естілсе болды, я естілсе. Көрінбесе де оқи. Ой, әнші. Сәл оқиды. Мен көрініп тұрмын ба? Я көрініп тұрсыз, сіз қорғай берсін. Арайда. Қас. Мен документті қорғайын. Сіз қорғасаңыздар. Креативтіліктің теорияларын 4 түрлі автор ұсынған: Фрейд, Маслоу, Роджерс, Гилфорд және Медник.
Фрейдтің теориясы бойынша бейсаналық және энергия көрінісі болып табылады. Маслоу мен Роджерстің ұсынуы бойынша өзін өзі жүзеге асыру, Гилфордтың ұсынуы бойынша девиантты ойлау және Нейгельдің ұсынуы бойынша идеялар арасындағы байланыс. Креативтіліктің әсер ететін факторлар. Олар ішкі факторлар және сыртқы факторлар. Ішкі факторлар қиял, ойлау, мотивация, сенімділік пен ашықтық. Сыртқы факторлар отбасы, қолдау, мектеп ортасы және мәдениет. Креативтіліктің жетілдіруіне ары қарай өсуіне кедергілер келтіретін және жолдары бар және оның шешу жолдары. Кедергі келтіретіндер қорқыныш, сын, стереотиптер, уақыт тапшылығы және қолдамау. Ал оның шешу жолдары қорқынышты қауіпсіз орта құру арқылы, сынды қолдау және мадақтау арқылы, стереотиптерді стандартты емес тапсырмалар арқылы, уақыт тапшылығын жоспарлау, ал қолдамауды ынталандыру арқылы алға жетелеуге болады. Балалармен жұмыс принциптері. Жас ерекшеліктеріне сай 3 пен 6 жас аралығында ой мен қиял, 7 мен 10 жас аралығында ой мен логика, 11 мен 15 жас аралығында жоба дербестілігі. Креативтілік ортасы ол қауіпсіз, қолдаушы, түрлі ресурстарға бай және әртүрлі идеяларға ашық болу тиіс. Ынталандыру мен қолдау, мадақтау, қателіктерден қорықпау, жетістіктерді көрсету, үлгі болу. Жаттығулардың түрлері: қиялды дамыту, стандартты емес ойлау, проблемаларды шешу, өзін-өзін көрсету, сурет, ертегі, альтернативті қолдау және жоба портреттер арқылы. Тәжірибелік кеңестер: алдын ала жоспарлау, ойын элементтері, түрлі материалдар, қысқа әрі қызықты тапсырмалар, рефлексия. Креативті бағалау жолдары: бақылау, тест, сауалнама арқылы, портфолио арқылы, өзін-өзі бағалау және критерийлерді бағалау арқылы. Қорытындылайтын болсақ, әр баланың креативтілігі әлеуеті бар. Креативтілік болашақ табыстың кілті. Қолдау мен дұрыс орта болған жағдайда креативтілік жүзеге аса алады. Менікі болды. Сау болыңыздар. Қазір тағы зум жіберем, мынау 1 минуттан кейін өшеді. Я күте тұрасыздар ғой, қалғандарыңыз. 5-10 минут. Амила болды ма? Я 1 минут қалды. 5-10 минут Все, аяқта сосын 3 мұғалімге бөлік ашасың ғой. күте тұрасыздар ғой.